Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз тәубе тақырыбы болып табылады. Тәубе тақырыбына кірместен алдын, тәубе деген сөз не мағынаны білдіреді? Тәубе дегеніміз не? Адам баласының күнәсін тәрк етіп, Раббысына қайтуын, Раббысына жөнелуін біз тәубе деп айтады екенбіз. Ғұламалар осы тәубе мәселесіне не дейді? Былай дейді. Қала уламау ат-тәубату ваджибату мин кулли занбин дейді. Ғұламалар не дейді? Барлық күнәлар үшін тәубе ету бұл фарыз дейді. Яғни бұл қандай күнә болмасын, ол кішкентай күнә болсын, ол үлкен күнә болсын, ол егер күнә болатын болса, сіздің ол күнәлар үшін тәубе етуіңіз фарыз болып табылады екен. Енді күнә мәселесі, егер ол күнә құл мен Аллахтың арасында күнә болатын болса, онда ол күнәнің тәубесінің шарты үшеу болып табылады. Біріншісіне ол күнәні тәрк етуі, екіншісіне ол күнәні істегені үшін өкінуі, және де үшінші шарты болатын болса, ол күнәға енді қайтып оралмауы екен. Яғни не? Ол күнәні қайтадан қайталамауы. Ал егер күнә бір құлға, яғни бір басқа бір адамға байланысты болатын болса, бұл не? Яғни құл хаққысына кіру. Құл хаққысына кіру дегеніміз не? Мысалы, сіз бір адамның малын тартып алатын болсаңыз, немесе біреуге бір зардап беретін болсаңыз, немесе біреудің артынан бір ғайбат айтатын болсаңыз, бұл құл хаққысына кіру болып табылады. Бұл күнәнің тәубесінің шарттары төртеу болып табылады екен. Жаңағы жоғарыда айтқан үш шартты орындайды. Жаңағы төртінші шарт болатын болса, не? Ол жаңағы хаққысына кірген құлдың кешірімін алу. Мысалы не? Сіз біреудің малын тартып алған болатын болсаңыз, малын қайтарып бересіз. Немесе біреудің артына ғайбат сөйлеген болсаңыз, ғайбаты үшін кешірім аласы, яғни мен сенің артынан ғайбат айтып қойған едім, Алла разылығы үшін мені кешір деген секілді, ол құлдың кешірімін алады екенсіз. Ғұламалар айтады, осы күнә мәселесінде тәубе етудегі ең қиын тәубеде құл хаққысына кірудегі тәубе деп айтады. Не үшін? Өйткені егер сіз ол құл сізді кешірмейтін болатын болса, онда бұл тәубе сахих болып табылмайды. Яғни тәубе жүзеге аспайды. Алла Тағала да бұл тәубені істемейді, қабыл етпейді екен. Алла Тағала баршамызға разы болсын. Вальхамдулиллахи раббил аламин.